Ұйымдастырылған оқу қызметі сөйлеуді дамыту. Оқу қызметінің тақырыбы Алматыға саяхат. Балақайлар, бүгін біз Алматы қаласына саяхат жасаймыз. Ең алдымен Алматы алманың мекені екенін айта кетейін. Танымал апорт алмасы Алматы сыртындағы бақтарда өседі. Апорт ең тәтті, дәмді алма. Алматы Қазақстанның ең үлкен қаласы. Ол Тянь-Шань тауларының солтүстігінде, Іле Алатауының баурайында, Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан. Алматы бау-бақшалы қала. Қалада көрікті жерлер өте көп. Мысалы, Тәуелсіздік монументі, Медеу мұз айдыны. Бұл Алматы циркі, Көктөбе телемұнарасы, Тұңғыш президент саябағы, Алматы метросы. Мынау Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры. Мына көріп отырғандарың Алматы қаласындағы алма су бұрқағы. Балақайлар, әліппе дәптерлеріңдегі бірінші тапсырмаға қараңдар. Сен тұратын жерден Алматы қаласына қандай көлікпен баруға болатынын айт. Міне көлік түрлерін көріп тұрсыңдар. Автобус, пойыз, ұшақ, мәшине. Міне осы көліктердің қайсысымен Алматыға баруға болатынын айтыңдар. Мына сөйлемді аяқтаңдар. Мен автобусты таңдаймын, себебі. Мен ұшақты таңдаймын, себебі. Мен пойызды таңдаймын, себебі. Мен автомобильді таңдаймын, себебі. Осы сөйлемдерді аяқтап, себебін түсіндіріп айтып беріңдер. Екінші тапсырма. Суреттен нені көріп тұрсың? Олар қай қалада орналасқан? Суреттен Тәуелсіздік монументін, Медеу мұз айдынын, циркті, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрын көріп тұрсыңдар. Бұлар қай қалада орналасқанын айтып беріңдер. Балақайлар, Алматы қаласының көркіне тамсанған ақындарымыз өлең жазып, сазгерлеріміз ән шығарған. Енді мен сендерге ақын Серікбай Оспановтың «Алматы қаласы» деген өлеңін оқып берейін. Алматы қаласы. Жап-жасыл ағашы, қып-қызыл алмасы, ақ басты тауы бар Алматы қаласы. Ақындар ағасы, Тұрабай данасы, көшесі көрікті Алматы қаласы. Балақайлар, өлеңде ақын Алматы қаласының жап-жасыл ағашын, қып-қызыл алмасын айтып тұр. Ақ басты тауы Алатау тауы. Алатау тауының басында мәңгі қар жатады. Алматыдағы Абай ескерткішін және көрікті көшелерін өлеңге арқау етіп отыр. Үшінші тапсырма. Алматы қаласының аты қай жеміске байланысты қойылған? Белгіле. Сен ол жеміс туралы не білесің? Сипатта. Балақайлар, мінекей мына суреттерден күнбағыс, жүзім, алма, өрік, алмұрт, шие жемістерін көріп тұрсыңдар. Осы жемістердің ішінде қайсысы Алматы қаласының есімімен байланысты екенін тауып, астындағы дөңгелекке белгі қойыңдар. Балақайлар, енді мен сендерге Алматы өлеңін оқып берейін. Аты оның тәтті жеміс есіміндей, жемісі халқының мол несібіндей. Білмесең бұл қаланы, онда сенің қалады қателігің кешірілмей. Өлеңде Алматы қаласының аты алма жемісіне байланысты қойылғаны айтылған. Алматы алманың мекені. Алматының символы апорт алмасы. Балақайлар, бүгінгі оқу қызметінде Алматы қаласына саяхат жасадыңдар. Алматының көрікті жерлерімен таныстыңдар. Алматы әсем, көрікті, бау-бақшалы қала. Алматыға саяхат тақырыбын түсініп алған боларсыңдар. Егер де бәрін түсіндім, басқаға түсіндіріп бере аламын десең, мына алманы жасыл қарандашпен. Түсіндім, бірақ басқаға түсіндіріп бере алмаймын десең, сары қарандашпен. Ештеңе түсінбедім десең, қызыл қарандашпен бояңдар. Олай болса, сөйлеуді дамыту оқу қызметі аяқталды.